Отырар жерінде Қажымұқан Мұңайтпасұлының қара шаңырағы бар. Осыдан бірнеше жыл бұрын қара шаңырақты заманауи үлгіде қалыпқа келтіріп, бабаның тарихымен танысу үшін арнайы іздеп келген азаматтарға жағдай жасау керектігі туралы айтылған болатын. Алайда айтылған сөз іске аспады. Ағымдағы жылы сенатор Әлімжан Құртаев әлемді мойындатқан күш атасының қара шаңырағы мен мазарын жаңа үлгіде жөндеу керектігін және мемориалдық кешен тұрғызу туралы айтып, үкімет басшысы Асқар Ұзақбайұлына депутаттық сауал жолдаған болатын. Жолданған сауалдың жауабын сенатор қуанышпен жеткізді. Келер жылы енді сол Қажымұқан атамыздың туылғанына 150 жыл болады. Осы жуырда Қазақстан Республикасы парламентіндегі депутаттық сауал көтердік. Бірнеше депутаттар болып, сол Қажымұқан атаның 150 жылдығын мемлекеттік деңгейде атап өтілсе деген ұсыныстарды үкіметке депутаттық сауалмен жолдадық. Қазір үкімет тарапынан да жақсы жұмыстар жасалынып жатыр. ЮНЕСКО деңгейінде атап өтілу қазір жоспарлануда. Бұған енді мәдениет және спорт министрлігі жақсы жұмыс дайындықтар жасап жатыр. Қажымұқан ата жөнінен қазір үлкен бір көркем фильм түсіріліп жатыр. Осы келесі жылы Қажымұқан атаның тойында сол фильм көрсетіледі деген жоспарда тұр. Одан кейін Қажымұқан атаның жерленген жері Ордабасы ауданы Темірлан елді мекеніндегі батыс Европа, батыс Қытай жолының бойында жатыр ол кісінің мазары. Сол мазарының жанында Қажымұқан атаның атындағы мемориалдық комплекс, соның жобалық сметалық құжаттары қазір дайындалып бітті. Қазір алғашқы қаржылар бөлінді. Құдай қаласа соның құрылысы басталады.